Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл тақырыбымыз бұдан алдыңғы келтірілген 13-те-1 сабағымызға ескерту ретінде жүргізіледі. Яғни иррационал теңсіздіктерге қатысты кішкене бір ескерту. Біз мына жағдайды қарастырайық. Бұдан алдыңғы видеода, 13-те-1 видеода 4 жағдай қарастырған едік. Соның ішіндегі біз мына жағдайды қалдырып кеткен едік. А тең 0 болатын жағдайын. Ал бізде А тең 0 болатын болса, қандай болады? Біз бұны үлкен 2 топқа бөлеміз. Ал ол 2 топтың ішінде кіші 2 топ, және сонда 4 жағдай қарастырамыз. Бірінші, А тең 0 болған жағдайда, бірінші мынандайға келеді. F at x түбірдің астында үлкен 0. Ал мына жағдайда F at x үлкен немесе тең 0. Бұл екеуінің ұқсас болғанмен, бірақ екеуінің арасындағы айырмашылықты ажыратып алуымыз керек. Келесі, F at x кіші 0, F at x кіші немесе тең 0. Байқап тұрсаңыздар, барлығын 0 мен салыстырып атымыз. Бұл жағдайларда біз төрт жағдай қарастырамыз. Яғни бұлардың арасында айырмашылықтарын, нәзік байланыстарын тапсақ жеткілікті. Бірінші жағдайда қарастырайық енді. Бірінші жағдайда бізде бұл жерде түбірден шыққан сан әрқашан 0-ден үлкен болады және тең болады. Ал бұл жағдайда бізде келтіріп қойған тең емес деген белгі бар бұл жерде. Біз анықталу облысын табамыз, сонда мына өрнекке келеді. Біз түбір астындағы өрнекті 0-ден үлкен деп шешсек, бұл теңсіздіктің жауабын табуға жеткілікті. Ал екінші жағдайда бізде астына жазылсын, жарайды жағдайларын. Бірінші жағдай, екінші жағдай, үшінші, төртінші. Ал екінші жағдайда бізде функцияның анықталу облысын, яғни мүмкін мәндер жиынын тапсақ жеткілікті. Өйткені біздегі түбірін, кешіресіз, түбірін қалдырып кетіппін мен. Иррационал теңсіздік қарастырып жатырмыз, өйткені. Енді қарайық. Түбір астынан шыққан, яғни түбірден шыққан сандар біздегі кез келген уақытта 0-ден үлкен болады және тең болады. Яғни сонда біздің мына екінші жағдайдағы теңсіздікті шешу үшін оның мүмкін мәндер жиынын тапсақ жеткілікті болды. Ал қалған жағдайда барлығы өз орнында алады. Өйткені 0-ден үлкен шығады түбірден шыққан сандар. Ал енді үшінші және төртінші жағдайлар қарайық. Бұлар өте оңай жағдайлар. Өйткені бізде түбірден әрқашан оң сан шығады дегенбіз. Яғни теріс емес. Үшінші жағдай қарайтын болсақ, ол жерде бізде теріс сан шықпайтын болғандықтан 0-ден кіші бола алмайды ол жер. Бұны бірден біз жауабы жоқ дейміз, бұл үшінші жағдайдың шешімін. Ал төртінші жағдайда бізде теріс сан бола алмағанмен түбір астындағы көрсеткіш шыққан сан, түбірден шыққан сан, бірақ 0-ге тең бола алады. Сондықтан біз бұл жерде төртінші жағдай бір ғана нәрсені қарастырамыз. Түбір астындағы өрнекті 0-ге теңестірген жағдайда ғана бұның шешімі болады. Болды, енді осыларға мысалдар келтірейін. Мысалға, түбір асты x минус 5 артық 0 деп қояйын. Біз бірінші жағдайда келтірген мұнамен шешсек те болады, бірақ осының қаяқтан шыққан дәлелдеп көрсетейік. Мына мысал арқылы, яғни күрделі түрде емес, мысал арқылы. Яғни анықталу облысын табамыз. Яғни мүмкін мәндер жиын x минус 5 түбірдің артысындағы көрсеткіш бізден 0-ден үлкен болу керек және тең болу керек. Және теңсіздіктің екі бетін квадраттаймыз. x минус 5 артық 0. Мұны осы жүйені шешуіміз керек.
Сонда бірінші теңсіздік x үлкен емес тең 5-тен болады. Ал мынада x үлкен 5-тен болады. Міне қарастырайық. Енді бұны сандық өске сызатын болсақ, қараңыздар. Екеуі бірдей сияқты, бірақ теңсіздіктің біріншісінде 5-тен үлкен немесе тең, ал екіншісінде 5-тен үлкен. Мына сандық өске салған кезде біз ішін бояймыз ба, әлде боямаймыз ба деген сұрақ туындайды. Берілген нүктенің ішін. Ал бұл жер біреуі үлкен немес тең үлкен болып келсе, ішін боямайды, яғни 5 енбейді бізге. Қазір оны былайда тексеріп көруге болады. Мына 5-ті мен қазірше жазып алайын. Екеуі де 5-тен үлкен. Жауабы сонда болады мынаны. 5-тен шексіздікке дейін жай жақша қоямыз. Бұны тексеріп көрейік енді. 5-ті апарып, x-тің орнына мына жерге қояйық. Берілген теңсіздікке 5-ті апарып қойып көрейік. 5 енеді ма, енбейді ма тексереміз. X-тің орнына, мына x-тің орнына 5-ті қоятын болсам, сонда дәлелдеуді жасылмен алсайын. X-тің орнына 5-ті қоятын болсам, мына жерге сонда 5 алынған 5 түбірдің астында артық 0. Теңсіздіктің өзін жазып жатырмын қазірше. Енді 5-тен 5-ті алатын болсам, 0, түбір астындағы 0, артық 0, түбірден 0, түбір астындағы 0, бізден 0 болады. 0 артық 0 болып болады. Қарасаңыздар, 0-ден 0 үлкен бола алмайды. Ол тең бола алады. Сондықтан біздегі мына теңсіздік орындалмай қалды. Яғни, мына теңсіздік дұрыс емес. Яғни 5-ті енгізе алмаймыз. Жауабына 5-ке жай жақша қоямыз. Ал екінші жағдайға кеттіген. Екінші жағдайға мысал келтірейін. Түбір астындағы x минус 5 тура осы мысал, бірақ үлкен немесе тең 0-ден. Бұның жауабын бірден айтуға болады. Анықталу облысын тапсақ болды. Мына жерде үлкен көрсеткенбіз біз. Түбірден шыққан сан әрқашан оң сан шығады дедік. Ал оны біз тексеріп көрейік, жарайды. X минус 5 үлкен емес тең деп анықталу облысын зерттейік. Және теңсіздіктің екі бетінде квадраттап алайық. Квадраттап алғанда 0-дің квадраты 0 болады, түбір жойылып кетеді. Қарасаңыздар, екеуі бірдей теңсіздік. Яғни біз бұның екеуін де қарастырмай, біреуін ғана қарастырсақ жеткілікті. Яғни x минус 5 артық немесе тең 0, яғни x үлкен немесе тең 5-тен. Яғни біздің бастапқы келтірген жағдайдағы формула дұрыс екен. Жауабы болады. Егер сіздер сандық өсті салмай бірден табаламыз десеңіздер, сандық өсті салудың қажет жоқ. 5-тен плюс шексіздікке дейін. Мен енді кейбір адамдарға түсінікті болу үшін сандық өсті салып көрсетіп жатырмын. Үшінші жағдайға келейік. Бұл 4 жағдайдың ішіндегі үшінші ең оңай жағдайы. Өйткені түбір көрсеткішіміз біздің ешқашан теріс сан болмайды. Сондықтан 0-ден де кіші болмайды. Оны бос жиын деп қоямыз. Оған бір мысалы келтіре салайық сонда да. Бұның да көңіл қалмасын. Ал мына жерге қарайтын болсақ, түбір астындағы сан бұған міндетті түрде тексеріп көрейік, оның түбірі болмайтындығын. Жарайды, тексеру үшін біз бұны былайынан істеп көрейік. Анықталу облысын табайық бірінші. Екінші, теңсіздіктің екі бетінде квадраттайық. 0. Бұл тексеру үшін ғана. Өйткені бұл теңсіздікті шешу үшін біз бірден бос жиын деп қойсақ болады. Өйткені теңсіздіктің шешімі жоқ. Бірақ қазір соны дәлелдеп көрсетеміз. Бірінші теңсіздікте x үлкен емес тең 5, x кіші 5. Мына екеуін жазып алдық. Қазір бұлай сандық өске сызамыз енді. Біріншіде x үлкен 5 бойы алып тұр.
Қарасаңыздар, 5-ті белгілі болайық. Боялып тұр, былай қарай x үлкен 5-тен 10-ға қарай сызамыз. Ал екіншіде қараңыздар, 5-тен кіші және 5 енбейді деп тұр. Сондықтан біз бояғанымызды қайттан өшіріп, ішін боямай қоймыз керек. Сонда 5 енбейді. Ол былай қарай кетеді. Екеуінің қиылысатын жер жоқ, өйткені 5 енбейді. Сондықтан бұл теңсіздіктің шешімі болмайды. Жауабы бос шешім болады. Егер бұған көздерің жетпей тұрса, 5-ті апарып, мына жерге қойып көрсеңіздер болады. 0 кіші 0 болып қалады. 5-ті апарып мына жерге қойсаңыздар, теңсіздіктің x-тің орнына 5 алынған 5 түбір астында кіші 0, яғни 5-тен 5-ті алсақ 0, түбір асты 0, 0 кіші 0. Яғни бұл теңсіздік орындалмай қалады. Яғни шешімі жоғы анық көрініп тұр. Төртінші жағдай. Мына теңдіктің қайдан шыққанын көрсетейік қазір біз. Яғни мысал арқылы. Кіші немесе тең 0. Түбірдің шыққан сан бізден әрқашан 0-ден үлкен немесе тең болады дедік. Сондықтан ол 0-ден кіші бола алмайды ешқашан, бірақ тең бола алады. X минус 5 анықталуы болса, бұл түбірдің астындағы өрнектің. Енді теңсіздіктің екі бетіне квадраттайтын болсақ, x минус 5 кіші немесе тең 0. Міне, теңсіздік былай шығып тұр. Сонда x минус x үлкен немесе тең 5-тен, x кіші немесе тең 5-тен. Қарасаңыздар, теңсіздік екі жақ қарай кетіп тұр. Бірі x 5-тен үлкен, бірі 5-тен кіші немесе тең. Екеуінің бұл теңсіздік бір ғана жағдайда ғана орындалады. X тең болған 5 жағдайында ғана. Сондықтан біз бағанағы жоғарыда келтірілген мына формула бізде дұрыс екен. Бұл теңсіздіктің төртінші жағдайында f от x тең 0 жағдайын ғана шешеміз. Ал енді бұның жауабын қалай жазамыз? Өйткені үш жағдайда да қарасақ, үш жағдайда қара, мына жағдайда, мына жағдайда, бұл жағдайларда бізде аралықтар шығып жатыр. Мынада үшінші жағдайды есептемегенде екі жағдайда аралық шығып жатыр. 5-тен плюс шексіздікке дейін, 5-тен плюс шексіздікке дейін бүкіл сандар, яғни 5-тен үлкен бүкіл сандар болып тұр ол жерде. Ал енді бұл жағдайда бір ғана 5 шығып жатыр. Бұның жауабын бүйтіп белгілеп қоямыз біз енді. X тең 5 тең сөз. Бұлай бүйтіп жазып қойсақ та болады, немесе x тең 5 деп қойсақ болды. Теңсіздіктің жауабы осы болады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.